Ассаламағалейкум, құрметті қазақ елі. Сіздермен бүгінгі уақыттағы өзімнің ойыммен бөлісейін деп отырмын. Мына соңғы кездегі жаңағыдай ислам дініне мұсылмандарға шүйлігіп отқан көзқарастарға байланысты жаңағыдай Ринат бауырымыздың анандай сөз айтқанына байланысты тәңіршілдер деген бір адамдардың шыққанына байланысты, атеистердің айтқанына байланысты, және де жаңағыдай қазағымыздың ішінен тәңіршілдер деген сияқты, атеистер деген сияқты, христиандар деген сияқты шығып жатқанына байланысты, содан жаңағындай ұстаздарымыздың ислам дінінің ғалымдары десе болады ол кісілерді, ұстаздарымызға сондай қара бояу жағылып жатқанына байланысты соған орай өзімнің ойымды айта кетейін деп шештім. Қазір құрметті жамағат, құрметті қазағым, мынандай заман болып тұр. Мынау қазір біріншіден жаңалықтар мен барлық әлеуметтік желілердің барлығында неше түрлі ұрыс керіс, шабыс, сондай нәрселерді насихаттап жатқаннан кейін халықтың әлеуметтік жағдайының да сәл ақсап тұрғаннан кейін халықтың қазір ойы мен көңіл күйі суазып тұр, былайша айтқанда. Өйткені Қазақстанымыздың әлеуметтік жағдайы жалпы алғанда мәз емес болып тұр десек те болады. Соны осы орайда мен жаңағы ұстаздарды не үшін мысалға келтіріп отырмын. Жаңағындай мысалға нелерді ислам дініне шүйлігіп отырған адамдар не үшін мысалға келтіріп отыр десем, Құдай бұйырса, айналайын халқым, мен өзім осы оғаннан әрине бәрімізде мұсылманбыз ғой, бірақ та жаңағындай практикующий мұсылман болып, 5 парызымды қадағалап, Абу Ханифа мазхабын ұстанып, өзіміздің КМДБ-нің ұстаздарының айтқанмен жүріп, орындап келе жатқаннан альхамдулилля, Құдайға шүкір, жаман болған жоқпыз. Соны осы орайда өзім айтайын деген себебім, Алла бұйырса, Бахрейн сияқты, Кувейт сияқты, Катар сияқты, және де Дубай сияқты, Біріккен Араб Әмірлігі, сол сияқты мемлекеттер сияқты Құдай бұйырса мықты мемлекет боламыз, иншалла. Алла бұйырса, халқыма өзім сондай рух бергім келеді. Ағайындар, Алла бұйырса мықты держава боламыз, иншалла. Уайымдамаңыздар. Халықтың көңіл күйі түспесін. Ең бастысы біз ислам дінін мықты ұстануымыз керекпіз. Анау тәңіршіл деген, немесе тағы да жаңа атеистер деген сияқтылардың айтып жатқандарына құлақ асып керек емес, олармен жауласып керек емес. Алла тауфиқ, хидаят, иман берсін дейік ол кісілерге. Алла бұйырса держава боламыз, ағайын. Ислам дінін мықты ұстаныңыздар. Кезінде Перғауынның кезінде де ислам дінінен қайт, ислам дінін таста, немесе бір құдайлық дегенді ұмыт деп Перғауын талай рет Сара анамыздың балаларымен бірге қайнап жатқан қазанға тастаған кезде де жоқ, мен дінімнен қайтпаймын, мен деген Аллах тағала бір дегеннен қайтпаймын, мен ислам мұсылманмын деп бой бермеген сондай мықты адамдар болған. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху кезінде де қара нәсілді азаншы болған кезде азаншыны сахабаларды қаншама тасқа басып, ыстық таспен басып, сондай оларға зардап
көрсеткен кезде, зәбір көрсеткен кезде олар бірде-бір елі ислам дінінен қайтпай мықты ұстанған болатын. Кейіннен сүнген өзіміздің мемлекетімізде мұсылман мемлекет болып, батырларымыз, Райымбек бабамыз, Қабанбай бабаларымыз сондай мықты мұсылман болған. Сондықтан ағайын, құрметті ағайын, біз өзіміздің қандай мемлекет, қандай ел екенімізді ұмытпайық. Аллахтың қалауымен біз қасиетті исламды мықты ұстанып отырып, батыр бабаларымызды ұмытпауымыз керекпіз. Неше түрлі жаңағындай теріс ағымдар мен неше түрлі секта-мекталарға мән бермей, өзіміздің дінімізге мықты болайық ағайындар. Білмей жатқан жерлеріңіз болса, мешіттен сұраңыздар. Білмей жатқан нәрселеріңіз болса, имамдардан сұраңыздар. Бой бермесе, болмай бара жатса, Алматы болсын, Астана болсын, Қазақстан діни басқармасының ұстаздарынан ақыл сұраңыздар, кеңес сұраңыздар. Ылғи да сіздерге әрқашан ол кісілер түсіндіреді, тура жолға салады, Алла бұйырса. Аллах ұлық. Аллах тағаланың ұлықтығынан ешқашан да жаман болмаймыз. Аллах деп айтсақ та, Құдай деп айтсақ та, бәрібір Аллах тағала. Сондықтан иншалла жақсылықта кездесейік ағайын. Қазақстанымыз дами берсін. Қазақстанымыз дүние жүзіндегі ең мықты мұсылман державасы болатын болсын. Ассаламу алейкум.